Өткен бағдарламалардың бірінде Ньютон тобына байланысты қауесеттер туралы айтқан болатынбыз. Ол кезде топ продюсері Тимур Бақтыбаев олардың тарамайтынын хабарлаған еді. Алайда сәуір айының басында жігіттер инста парақшаларына бірдей сурет жүктеп, Powerstar'ға алғыс айтып қоштасқандай кейіп танытты. Мұны көрген біздің арнаның тілшілері Тимурдың өзіне хабарласып, барлығын нақты білуге тырысты. Алло, Тимур, сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Сізге Гакку арнасынан хабарласып тұрмын, есімім Аида болады. Сізден сұрайын дегенім, 8 сәуір күні Ньютон тобының жігіттері өздерінің инстаграм парақшаларына бірдей сурет қойып, жаңағы топтағы жұмыстармен қоштасқандай болды. Осыған орай жігіттер шынымен де топтан кеткелі жатыр ма, соны білейін деп едік. 8 сәуір дейсіз ба? Иә. Негізі жоқ, бұл ақпаратты білмеймін, қай жақтан алып жатқандарын. 8 сәуір күні біздер негізі Астана қаласында өнер көрсеткен болатынбыз, Тұрсынбек Қабатовтың бағдарламасында. Сол кезде біздер Нұрмадан, яғни Смиттен бір қолдау көрсетсін деп, бір көмектессін деп, бізге бірге өнер көрсетсін деп шақырған болатынбыз. Содан бір-біріне рахмет айтқан болар, пацаны, спасибо деп, бағанағыдай бір-біріне соңғы рет өнер көрсетіп жатыр ғой енді сахнада. Және сол кезде енді фанаттары келді, Powerstar келді, соған бір рахмет деп айтқан болмаса, бұлай ол енді топтан кетеді деген мағынаны білдірмейді. Жігіттердің келісім шарттары бар, жұмыс жүріп жатыр. Түсінікті. Ал Powerstar'да алаңдатып жүрген сұраққа не дейсің? Әрине, топта жалғастыруда, өнер көрсетуде, топ таралған жоқ, ұлдар да кетейін деп жатқан жоқ. Сондықтан ешқайсысына фанаттарға уайымдаудың қажеті жоқ әлі деп айтқым келеді. Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайтыны анық. Тимурдың да бір жасырған бар сияқты, оны алдағы уақытта біле жатармыз. Бұл жайтты біздің тілшілеріміз жіті назарда ұстайтын болады. Сондықтан Гакку арнасы қосулы болсын.